Мен саған уәде бердім бе үйленейін деп? Или зорладың ба? Өзің келісіп, өзің берілдің. Енді келісе ала маған бәрі жақын келеді. Ема, сен кәдімгі маған жалсып алдың ғой. Ол соқпа маған. Керек емессің сен. Сүймек түгілі ұнатпайтынымды расын айтсам, азан алма. Қаласаң аборт жасат, әспеңе кейін жіберейін. Жанар, мен сізге осыған дейін ескерттім. Жасанды түсік жасау деген ол оңай дүние емес. Түсінем, сәбиді әкесі мойындамай тұр. Бірақ сіз мықты болуыңыз керек. Осыған дейін мен сізге дәрігер ретінде әртүрлі кеңесімді айтып келдім. Бірақ бүгін Жанар, сізге мен әпкеңіз, анаңыз орнында айтқым келеді. Сіз асықпаңыз. Сәбилі болу деген ол оңай дүние емес. Сіз жасанды түсік жасаттық дейік. 10 жыл өміріңізді елестетіңізші, болашағыңызды елестетіңіз. Сіз қайта сәби сүю мүмкіндігінен айырылуыңыз мүмкін. Сіз болашақта әлі алда өміріңіз, жассыңыз. Жаңа туған сәбиді көз алдыңызға елестетіңізші, кішкене сәбиді. Тірі сәбиді елестетіңізші, Жанар. Сол тірі сәбиді сіз өз қолыңызбен өлтіргенмен тең. Жасанды түсік дегеннің қиындығын білесіңіз бе? Сіз тірі сәбиді өз қолыңызбен өлтіргенмен тең. Асықпаңыз. Ойланыңыз дегім келеді сізге. Көз көрмес, құлақ естімес жаққа қашқаныммен адам өз-өзінен қаша алмайды. Миымды мүжіген ойлардан, өзімді өртеген өсектен қаша алмадым. Бірақ бұдан басқа амалым жоқ. Ата-анамның ажырасуы, әкемнің қамқорлығын сезбегендіктен мен осындай шарасыз күйдемін. Кешіріңдерші мені. Кешіріңдерші. Мен мына әлемге сыймай барамын. Алдым бұлаңғыр, басқа амалым жоқ.